Гүлмира Шрахметова 45 жаста. Полиция майоры. Қазақстан Республикасының ішкі істер органдарында 13 жылдан астам еңбек етеді. 2019 жылдан бастап Нұр-Сұлтан қаласы әйелдерді зорлық-зомбылықтан қорғау бөлімшесінің аға инспекторы. Бөлімшенің сенім телефонына хабарласқан 330 әйелдің 160-тан астамына жеке кеңес беріп көмек көрсеткен. Гүлмира ханым жұмысындағы кез келген стресске шыдамды, оқыс жағдайлардан шыға білетін темір мінезді инспектор. Ендеше сондай кейіпкерлерімізді ортаға шақырып танысайық. Ақмарал Басирова, кәсіпкер. Көп балалы ана. Және Гүлмира Шрахметова ханым. Әйел полицей. Келіңіздер. Ал Гүлмира ханым, қош келдіңіз. Қош көрдік. Қандай жарасып тұр өзіңізге? Рахмет. Қыздарға ерекше жарасады, иә? Жүзіңіз сондай әдемі, бір жағынан сондай сұсты көрінесіз. Бәлкім иығыңыздағы жұлдыздың жалғыз және үлкен болғанынан ба? Майорды қашан алдыңыз? 2016-та. 2016-та, бәрекелді. Жаңа әсем сізді таныстырған кезде қыз келіншектерді тұрмыстық зорлық-зомбылықтан қорғайтын маман деп таныстырды, иә? Сіз өзіңіз таңдадыңыз ба бұл жағын? Жалпы полиция болуды бала кезінен армандағам. Өйткені біздің бала кезімізде полиция емес милиция болды. Сол кезде басым көпшілігі бұл мамандықты алғы ер адамдар істейтін. Мен енді өзім алдымда шағам бар. Ұл бала сияқты өстім. Мінезім ұл баланың мінезі сияқты болды да. Бірақ әкешем барынша қыз болдыруға тырысатын. Бидің кружогына беріп, өлең айтқызып, сен қызсың деп көйлек кигізіп. Сол кезде ойлайтынмын, осы милицияда неге ер адамдар ғана істейді, неге әйел адам істемейді деп. Сөйтіп, бала күнгі арман осы мамандыққа жетелеп келді деп айтсам болады. Қазір өзім істеп жатқан қызметім өзім ұнайды. Жаңағы Ақмарал ханым ұқсап, қаншама әйелдерге, қыз келіншектерге көмегім тиіп жатқан кезде бір күнім зая өтпегеніне қуанып, риза болып қайтамын. Сол әйелдерге түрлі қылмыс, зорлық жасаған, көрсеткен қылмыскерлермен сіз тікелей бетпе-бет кездесіп тілдесіз, жұмыс істейсіз. Қорқпайсыз ба? Неден қорқамын? Мен қорқатын едім. Жоқ, қорықпаймын. Ол қылмыскер ғой енді, белгілі бір деңгейде жеңіл болсын, ауыр болсын, қылмыс жасады ғой. Тирандар бар отбасы. Тирандар бар, иә. Енді тиран дегенде жоқ болған жоқ. Тиран дегенде жаңа ойма оқиға түсіп кетті. Маған хабарласқан қыз келіншектермен мен тығыз байланыстамын. Енді соның ішінде 5-6-ның жолдасымен тікелей жұмыс атқарамда. Сосын кейін менен ақыл кеңес сұрайды, жаңағы олармен профилактикалық жұмыстар жүргіземіз ғой. Сосын кейін енді өзінің жүріс-тұрысы, мінез-құлқы өзгере бастаған кезде енді айтады екен, қазір Тілеугалинаға звондайын деп. Звондамаңыз, ұят болады деп. Сосын мен айтамын енді ешқандай енді қатаң нәрселер қолданбаймын, бірақ енді айтқанда қатты айтамын да, енді сүйектерінен өтетін болу керек, ер азамат болғаннан кейін. Сіз осы тергеген кезде сондай бір отбасында ішіп кеп ойран салған бір ер азаматтармен бұлай сөйлеспейтін шығарсыз? Бізбен сөйлесіз. Студиядағыдай сөйлеспеймін енді әрине. Қалай сөйлесіз? Киноларда көреміз ғой, мына жеңді бейтіп, асықпай тұрып, босатып, үстелді бір-ақ ұрып дегенде, иә? Жоқ, сонда да енді біздің бүкіл қимылымызды реттеп тұратын нормативтік құқықтық актілер бар, заңдар бар. Біз заң аясында қызмет атқарамыз.